Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін елімізде елеулі жағдай орын алды. Сенат депутаттары жоғарғы соттың 4 бірдей судьясын қызметінен босатуға дауыс берді. Жалпы жоғарғы сотымыз басшылыққа жарымай келеді. Сенаттың жалпы отырысында президенттің ұсынысын жоғарғы сот кеңесінің төрағасы Денис Шип оқып берді. Сіздің қарауыңызға мемлекет басшысының жоғарғы соттың судьялары Ақылтай Қасымовты, Альфия Савинованы және Айгүл Сапарованы отставкаға кетуіне байланысты, сондай-ақ Ербол Исмайыловты басқа лауазымға ауысуына байланысты қызметтен босату туралы ұсынысы енгізіледі, деді Шип мырза. Исмайылов жоғарғы Еуразиялық кеңестің шешімімен соттың судьясы қызметіне тағайындалды. Савинова мен Сапарова зейнеткерлікке шықты, ал Қасымов судья лауазымында болудың шекті жасына, яғни 67 жасқа келген екен. Сенаторлар президенттің ұсынысын бірауыздан қолдап отыр.